Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру деген не? Аграрлық несие корпорациясы, Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы, аграрлық өнеркәсіптік кешенін сақтандыру саласындағы оператордың функцияларын атқарады. Қандай жағдайларда егінді сақтандыруға болады? Топырақтағы артық ылғалдылығы және жетіспеушілігі болуынан. Қандай дақылдарды сақтандыруға жатады? Дәнді дақылдар, бидай, арпа, жүгері және сұлы. Майлы дақылдар, күнбағыс, рапс және зығыр. Сақтандыру шартын қалай жасауға болады? Біріншіден, қолдау.kz платформасында тіркелу керек. Екінші қадам, сақтандыру өнімі мен сақтандыру компаниясын таңдау. Үшінші, өтінімді толтыру және шартқа қол қою. Төртінші қадам, сақтандыру сыйлығы ақысының 50%-ын төлеу. Сақтандыру төлемдерін қалай алуға болады? Алғал деңгейіне мониторинг тұрақты негізде жүргізіледі. Сақтандыру жағдайының басталу фактісі автоматты түрде тіркеледі. Аграрлық несие корпорациясы. Сіздің сенімді серіктесіңіз.